Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 8-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы Дулат Исабековтің «Әпке» драмасының бірінші акті. Шығармаға берілген оқу мақсаты шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманист тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. Сабақ соңында күтілетін нәтиже: шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманист тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазады. Жазушы драматург Дулат Исабековтың «Әпке» драмасы замана ықпалымен ұлттық құндылықтарды жоғалта бастаған, адамгершілік, парыз, борыш ұғымдарын жете түсінбейтін жастардың бейнесін ашып көрсететін шығарма. Шешеден жастай қалған, әкеден қайыр көрмеген бір әулеттегі балалардың тұрмысын, таным білігін, бір-біріне жасаған қарым-қатынасы, айтқан сөздерімен білдіріп жатқан қоғам болмысын танытады. Басты кейіпкер Қамажайдың адамдық қасиеті оның сөздерімен іс-әрекетінен аңғарылып тұрады. Жасынан тірі жетім болып қалған бауырларын адам ету үшін өз бақытын табуға ұмтылмай, жеке өмірін ұмытып, ынты-шынтысымен солардың тілеуін тілеп дегенін орындап отыруы кез келген жанның қолынан келе бермейді. Қамажай бейнесі осынысымен асқақ. Бауырларын көңіліне кірбің түсірмей, қатарға қосып жеткізуді Қамажай парыз деп біледі. Бір сөзінде әлдеқашан дүниеден өткен шешеме не айтам деп қамығатыны бар. Шығармада көрінетін жастардың бәрі де бетімен кеткен, өмірді өзінше түсініп, өзінше әрекет ететін бейнелер деп айту қателікке ұрындырады. Сіңілісі Нәзила бірбеткей, тік мінез, турашыл, ойындағысын тура айтар бейне ретінде. Омар қақ соқпен ісі жоқ, адал жанды, ғылымға берілген жан ретінде көрінсе, бар тартысқа негіз болып, Қамажай бейнесін ашып беретін бейне Қамажайдың ержеткен інісі Темір. Оның өзі де, дос-құрбы қыздары да бір сәтті қызыққа еліткен, өмірді өзінше пайымдап түсінетін бейнелер. Бұл олардың драмада дастархан басындағы пікір таласынан айқын танылады. Адамдық пен адалдық парызы бірінші орынға қоятын Қамажайдың Темірдің келіншегі Камиляға қол көтеруі, ашуға бұғып, Темірге де шапалақ жұмсауы тегін емес. Олардың ішіндегі баланы алдырып тастауын, асқан қатыгездікке балап, нәзік жанының тітіркенуін болған әрекет. Осыдан-ақ әлі еш нәрсені жете ұғынбайтын Темір кетем дегенде өз әрекетіне кешірім сұрап жалбарынады. Себебі отбасы тұтастығын сақтаудың өзінің борышы деп біледі. Бұдан басқа драмадағы Гаухар, Ермек, Сұлтан, Светлана секілді бейнелер де Қамажайдың тұлғалық бейнесін танытуға үлкен үлес қосып тұрған бейнелер. Драма идеясы заман ыңғайымен тұлғаның да бет-бедерін айырылмай адамдық қалпын сақтап қалу керектігін мегзейді. Бірінші тапсырма: Әпке шығармасына композициялық талдау жасау. Ескерту: өз ойыңызды бір сөйлем арқылы жеткізіңіз. Оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шиеленісі, оқиғаның шешімі. Яғни осы бағыт бойынша композициялық талдау жасаймыз. Келесі тапсырма: кестені толтырыңыз. Шығармадан сатирада кездесетін бір-екі үзінді, ирониядан кездесетін, психологиялық параллелизмнен кездесетін, гротесктен кездесетін үзінділер тауып, автор стилі арқылы өзіндік көзқарас жазып, кестені толтырамыз. Бізге берілген кері байланыс тапсырмасы: Әпке драмасының көркемдік идеялық құндылығын гуманист тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.